Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылының Бақтораз Бейсекбаев атындағы мектеп-гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі Достемесова Меруерт Ердахметқызы. Заман күннен күнге өзгеруде. Озық технологиялардың арқасында қарапайым фигуралардан күрделі фигураға жасауға қол жеткіздік. Принтер арқылы қазір тек қана модельдеу емес, алып ғимараттардың құрылысын дәл құрастыруға 100 микронға дейін дәлдікпен құрастыруға болады. 2014 жылдан бастап Қытай мемлекетінде 10 шақты 2 қабатты үйлер салынды. Тағы да әлемнің барлық жерлерінде 3D принтер арқылы үйлер салынуда. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 3D редакторы, 3D редакторының құралдары. Оқу мақсаты редакторның графикалық примитивтерді құруға арналған құралдарын пайдалану болады. Әртүрлі график редакторының көмегімен компьютерді қолданып модельдеу табылады балалар. Білімнен платформасының пәндер бөлімінде айналу денелерінің құрастырылуын, онлайн мектепте тапсырмалар орындату бөлімінде практикалық жұмыстар орындаттым. Твик білімде көп жақтар Платон денелері туралы мәліметтер ұсындым. Чат арқылы оқушылар өз рефлексияларын берді. Қазіргі заман талабына байланысты оқушының информатика пәнінен алған білімін іс жүзінде пайдалана алатындай дәрежеге жеткізудің маңызы зор. Балалар, біз құпия бөлменің ішінде суреттердің астына жасырылған сұрақтарды табуымыз керек. Егер сұрақтарға дұрыс нақты жауап берсек, құпия бөлменің қақпағын ашып, келесі бөлімге көшеміз. Редакторының құралдарын қолдана отырып, өмірде қолданысқа керек заттарын жасауға үйретуге болады. Болашақта шәкірттерім 3D принтерді қолдана отырып, өздерінің үйлерін қалаған дизайнмен салады деп сенемін. Дизайн жасап шығардым. Мен бұл жерде әртүрлі түстерді, терезелердің тіктөртбұрышты, үшбұрыштарды қолдандым. Жарайсың, бірақ та мына үйдің дизайнында палитрада нақты қанық түстерді қолданғаның болашақта дұрыс болады. Жаңалығы 3D принтер арқылы кез келген адамның суретін жасауға болады. Рахмет, жарайсың. Қолмен әртүрлі фигуралар жасауға болады. Өте дұрыс. Бұл жақта әртүрлі заттар жасауға болады. Мысалы қалам, дәптер немесе роботтар. Жарайсың. Мен 3D
редакторының арқасында өзімнің қалаған дизайныммен үйдің жобасын шығардым. Мен зергерлік бұйымдарды ұнатамын, сондықтан бүгінгі сабақта сақина жасап шығардым. Мен бүгінгі сабақта 3D редакторының принтердің арқасында осындай ісқарыс жасадым. Осыны отан қорғаушылар күніне дене шынықтыру пәнінен беретін ағайға сыйлаймын. Мен 3D редакторында роботтың түп нұсқасын жасадым. Мен 3D редактордан өз көңіл күйімді көрсететін қол жасап шығардым. Мен өскенде архитектор болғым келеді. Мен күмбездің түп нұсқасын жасап шығардым. Қорыта айтқанда, функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың басты міндеті оқушылардың теориялық білімдерін практикалық тұрғыда қолданумен қатар, тәуелсіз еліміздің келешегіне үлкен жауапкершілікпен қарауға үлестерін қосу болып табылады. Болашақта менің шәкірттерім кішкентай ғана қарапайым фигуралардан 3D принтер арқылы басудан өздерінің өңірлерінде аңсаған дизайнымен керемет, әдемі үйлер салуына қол жеткізеді деп сенемін. PISA мектеп бағдарламасының игерілуі деңгейін анықтау емес, оқушылардың мектепте алған білімдері мен дағдыларын шынайы өмірде әртүрлі өмірлік жағдаятта қолдану қабілетін, яғни функционалдық сауаттын бағалауға бағытталған. Әлем күннен күнге өзгеріп, технология қарқынды дамуда. Күннен күнге көз ілеспес жылдамдықпен дамып келе жатқан ғасырда небір жаңа технологиялар пайда болып қолданысқа еніп жатыр.